Әлемде 160-тан астам көбелектің түрі болса, 160 мыңнан астам. Олардың 26-сының Дубайда өз саябағы бар. 3 бөлмеден тұратын әсем бақтан тілшіміз Серікгүл арнайы бейне материал ұсынар. Ол жер несімен ерекше, несімен ғажап, бірге көріп алайықшы. Бұл Дубайдағы 2015 жылы гүлдер бақшасының жанынан ашылған көбелектер саябағы. Әлемде көбелектердің сұлулығына тамсанатын жандар көп екен. Содан да бұлар Дубайдағы көбелектер саябағының есігі гүлдер бағына қарағанда жылдың 12 айында ашық тұрады. Біз көбелектер бағына келдік. Аны қараңыз, менің дәл алдымда үлкен көбелек. Шын көбелек деп ойлап қалдым мен мыналарды. Орманның ішінде жүрген сияқтысың. Бұл да туристер мен жергілікті халықтың ең көп тамашалап келетін жері. Өйткені орталықта көбелектердің әлемде сирек кездесетін 26 түрі бар екен. Жалпы орталық негізгі 3 бөлікке бөлінген. Әр бөлме көбелектердің тіршілік ету қабілетіне ыңғайлы жасалған. Олар тез жерсіну үшін өсімдіктердің де ыңғайлы түрлері отырғызылған. Біз алғашқы бөлмеден көбінесе ұсақ көбелектерге жолықтық. Үлкендері де бар, бірақ олар бұл жерде аздау екен. Мына жерде қара көбелектер екен, көбісі. Көбелектерді қолға ұстауға болады, бірақ қанатынан ұстауға мүлде болмайды. Гүлге қонып тұрған жәндікке алақаныңызды тосып, немесе саусағыңызды тигізсеңіз, кей көбелектер ұшып кетпей қолыңызға қарай жүре бастайды. Жалпы көбелектердің әлемде 160-тан астам түрі болса, ғалымдар тек оның 100 шақты түрін ғана зерттеген. Кей тұжырымдарда бұл жәндіктердің заттың түсін ажырата алатыны және қозғалатын нәрсені бірден сезетіні айтылыпты. Қараңыздар, сикава еп қонды. Из қолға ұстағаннан кейін қозғалып жатыр. Орталық мамандары қанша ескертсе де көбелекті қызық көрген балалар қанатынан ұстап жатыр. Әрі өздеріңіз білесіздер, көбелектердің өмір сүру ұзақтығы жергілікті жердің климатына өте байланысты. Ал осындай жасанды орындарда оларға қолайлы жағдай жасау тіптен қиын. Күтім дұрыс болмаса, көбісі өліп қалады екен. Сондықтан жерден өліп жатқан және қанаты сынған жәндіктерді бұл жерден көп кездестіруге болады. Мында қанаты сынып қалған. Орталық қызметкерлері балаларға 1 минут сайын көбелектің қанатынан ұстауға болмайтынын айтып ескертіп жатыр. Алайда баланың аты бала. Hello. Балалар ішке дейін кіріп кеткен, ішке кіруге болмайды деп ескертіп жатыр. Бұл саябақтағы 3-ші бөлме тіптен назарларыңызды аударуы мүмкін. Өйткені мұнда Африка мен Оңтүстік Америка елдерінен әкелінген көбелектердің ерекше түрі бар. Бұл жәндіктердің өмірі қысқа, сондықтан олардың түрі де тез алмастырылып отырады екен. Жапырақтарда қонып жүрген көбелектер. 3-ші бөлмеде біздің назарымызды әсіресе қанаты көк түсті көбелектер аударды. Олар қолға көп ұстата қоймайды, дегенмен ұстауға болады. Көбінесе жұбымен ұшып жүреді екен. Сондай-ақ бұл бөлмеден көбелектердің ең көп тараған түрі лимонграсс, тропикалық агамемнондар және әйгілі руманзова көбелектерін кездестіруге болады. Көпшілік тағы калиго көбелегін ұстауға құмар екен. Өйткені ол адамға бақыт әкеледі мыс дейді. Бұл жәндіктің атын қазақшылап үкі көбелек деп те атайды екен. Серікгүл жаңа материалында жөндеп жатыр, 160 түрі деп. 160 мың деп көбейтіп қойыппын ғой. Маған қызық болғаны. Қараш, Дубайдың өзінде көбелектің өзінен бір туристік аймақ жасап шығарған. Алаңқай. Қандай жақсы, қандай керемет.
осы мысал ретінде Жапонияны айтуға болады. Сакура гүлдеген кезде қаншама туристерді өзіне тартады. Романтикалық образ жасағанда сакураның гүлдеуі деген секілді. Неге біз Қазақстанда сондай жасамаймыз? Мысалы, Алматының өзі атайып тұр ғой. Алма бағы, алма саябағы, өзің келіп, теріп, дәмін көр деген секілді жарнама, пиар компаниялар ұйымдастырып, сондай туристі тартуға болатын шығар еді деп өзім фантазиялап жатырмын. Жоқ, жасаймыз әлі, бәрі өзіміздің қолымызда, бәрі болашақтың еншісінде, қазір де жасалып жатыр. Әрине. Үміт көп, сенім көп.